Сәлем достар, ендігі тақырып кескіндер мен осьтер. Кескіндер мен осьтердің анатомияда, әсіресе соның ішінде топографиялық анатомияда маңызы өте зор. Өйткені белгілі бір мүшенің немесе ағзаның нақты кеңістіктегі орнын анықтау үшін қажет. Алдағы уақытта осы кескіндер мен осьтерді білу сіздерге әсіресе топографиялық анатомияда, сонымен қатар хирургия саласында және де ішкі аурулар профедевтикасында өте көмегін тигізеді. Сол үшін мұқият тыңдаңыздар. Және соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Жалпы кескіндерді 3 топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші сагитальды, горизонтальды және фронтальды. Мысал ретінде сагитальды кескінді сіздерге мысал ретінде түсіндіретін болсам, мысалы белгілі бір алманы алайық. Алманы алған кезде оны сагитальды кескінге, сол алмадан сагитальды кескінді жүргізіп көрейік. Мысалы сагитальды кескін алманы дәл ортасынан, қақ ортасынан бөлеміз. Сол кезде алмамыз оңға және солға болып екіге бөлініп қалады. Оң және сол болып. Сол сияқты оң жақ біз латынша декстра деп атаймыз, сол жақ бөлігін синистра деп атаймыз. Енді горизонтальды кескін. Горизонтальды кескін, мысалы, сол алманы дәл ортасынан көлденеңнен кесейік. Көлденеңнен кескен кезімізде жоғары және төмен болып қалады, алмамыз екіге бөлініп қалады. Соның жоғарғы бөлігін superior деп атаймыз, төменгі бөлігін inferior деп атаймыз. Енді үшінші фронтальды кескін. Фронтальды кескін деп отырғанымыз түбір сөзі fronts деген сөзден шыққан. Fronts деген сөздің мағынасы маңдай деген мағынаны білдіреді. Енді сол маңдай бөлігінен тікесінен кесетін болсақ, алдыға және артқа бөлініп қалады алмамыз. Сол алдыңғы бөлігін anterior, артқы бөлігін posterior деп атаймыз. Осы латынша сөздерді міндетті түрде жаттап алыңыздар, өйткені бұл анатомияда ең көп жиі кездесетін сөздердің бірі болып табылады. Сіздерге түсінікті болу үшін алманы мен мысал ретінде келтірдім. Енді бізде латералис және медиалис деген сөздер бар. Ол да анатомияда жиі кездесетін сөздердің бірі. Латералис деп отырғанымыз, латеральды ол, яғни адамның денесіне алыс жатқан сыртқы жағын, сыртқы бөлігін айтамыз. Ал медиалис деп отырамыз, адамның денесіне жақын жатқан және ішкі бөліктерін медиалис деп атаймыз. Енді осьтерге келетін болса, жалпы осьтерді біз 3 топқа бөліп қарастырамыз: фронтальды, вертикальды және сагитальды. Фронтальды осьті көлденең ось деп те атасақ болады. На суретте қарап отырғандарыңыздай, фронтальды ось солдан оңға қарай, сагитальды ось алдан артқа қарай, вертикальды ось жоғарыдан төмен қарай бағытталған. Келесі кеуде қуысындағы ағзаларды нақты топографиясын анықтау үшін кеуде бетіне бағдарлау үшін тік вертикальды сызықтар жүргізіледі. Бірінші алдыңғы орталық сызық линея медиана anterior деп аталынады, яғни төстің қақ ортасынан сызылатын вертикальды сызық. Екінші төс сызығы деп аталынады, линея sternalis, төстің жиегімен бойлай жүретін сызық болып табылады. Келесі ортаңғы бұғана немесе еміздіктік сызық деп айтсақ болады. Линея media clavicularis немесе линея mammillaris деп те атасақ болады. Келесі линея parasternalis, төс маңындағы сызық. 5-ші, 6-ші, 7-ші, яғни қолтық алды, артқы, ортаңғы сызықтар. Линея axillaris anterior, линея axillaris media және де линея axillaris posterior. Артқы сызықтар бар. Енді жауырын сызығы. Жауырын сызығы линея scapularis деп аталынады. Ол жауырынның төменгі бұрышы арқылы жүргізіледі. Келесі линея paravertebralis, ол омыртқаның көлденең өсінділерінің қырлары бойынан жүргізілетін сызық. Одан кейін линея mediana posterior, ол омыртқалардың қылқан тәрізді өсінділерінен солардың қосындыларынан жүргізілетін вертикальды сызық болып табылады. Келесі құрсақ қуысындағы органдарды нақты топографиясын анықтау үшін оларға горизонтальды сызықтар сызылады. Олар бірінші жоғары горизонтальды сызық 10-шы қабырғадан басталады. Одан кейін астыңғы бөлігі төменгі мықын қырынан, яғни төменгі алдыңғы мықын spina iliaca anterior superior, мықынның алдыңғы жоғарғы қылқаны деп аталынады. Сол жерден екінші горизонтальды сызықты бөлу арқылы біз 3 бөлікке, 3 аймаққа бөліп қарастырамыз іш қуысын. Олар бірінші эпигастрия аймағы, ол дегеніміз құрсақ үсті аймағы деп аталынады. Одан кейін мезогастриум дегеніміз, ол орталық аймағы, ортаңғы бөлігі, сосын гипогастриум, яғни құрсақ асты аймағы болып осылайша 3 топқа бөлеміз. Және оған 2 вертикальды сызық жүргізу арқылы құрсақ қуысын 9 аймаққа бөліп қарастырамыз. Эпигастрия аймағында екі жағында, яғни қабырға асты, сол жақ және оң жақ аймақтар болады, және құрсақ үсті аймағы болады.
Олар регио эпигастрика және регионус гипохондрия синистра et dextra және мезогастрим ортаңғы бөлігінің 3 аймағы болады. Регио умбиликалис, ол деп отырғанымыз кіндік аймағы деген сөз. Умбиликалис деген сол кіндік деген сөз. Одан кейін регионус латералис декста, регионус латералис синистра, яғни құрсақтың бүйір аймақтарындағы латеральды, біреуі оң жақ латеральды бүйір аймағы, біреуі сол жақ латеральды бүйір аймағы болып осылайша бөлінеді. Келесі гипогастриум аймағы, яғни құрсақ асты. Оларда да тоже 3 бөлікке бөлінеді. Гипогастриум регио пубика, бұл деп отырғанымыз, яғни құрсақ асты шап аймағы деп аталынады. Одан кейін келесі регионус инguinalis dextra et sinistra, бұлар оң жақ және сол жақ шап бөлім аймақтары деп аталынады. Жалпы топографияны енді біз ағзалардың, мүшелердің орналасқан орнын нақты анықтайды деп айттық қой. Енді олардың жалпы ағзаның теріге, сүйекке жалпы қатынасын біз зерттейтін ғылымдар бар. Оларды галатопия, скелетотопия және синтопия деген осындай салалары бар. Мысалы, галатопия деп отырғанымыз, ол мысалға қандай белгілі бір ағза немесе орган қай жерде орналасқан, қай қуыста орналасқан, құрсақ қуысында орналасқан ба, әлде кеуде қуысында орналасқан ба деген сияқты осындай аймақта айтып береді. Ал енді келесі скелетотопия деп отырғанымыз, ол белгілі бір мүшелердің қаңқаға қатынасын айтамыз. Синтопия деп отырғанымыз, ол қай көршілес қандай ағзалар жатыр жан-жағында, соларды айтып көрсетеді. Мысалы, мына суретте бауырдың галатопиясы. Яғни бұл жерде бауыр оң жақ қабырға астында және де жарты бөлігі сол жақ қабырға астында орналасқан. Мысалы, осы суреттен енді бауырдың скелетотопиясын айтатын болсақ, ол 10-шы қабырғадан, оң жақта 10-шы қабырға аралықтан, линия аксиллярис медиадан, яғни қолтық орта сызығынан жоғары қарай бағытталып, 4-ші қабырға аралықтан төмен қарай төстің семсер тәрізді өсінісінен төмен қарай бағытталып, сол жақ қабырға астына қарай орналасқан. Енді бауырдың синтопиясына мысал келтіретін болсақ, бауырдың айналасында жатқан көрші ағзалар, оларға асқазан, өңеш, тоқжек, өт, осылардың барлығы бауырдың синтопиясына жатады. Осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.